Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Билікте екінші Назарбаев атанып кеткен мәжіліс төрағасы болған Нұрлан Нығматулиннің үлкен ағасына іздеу жарияланды. Елдегі ең бай олигархтардың бірі саналатын Нығматулин Арғын Сайруллаұлы іздеуде. Іздеудегі адамның карточкасы бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу порталында пайда болды. Іздестіруді бастаушы орган прокуратура, іздеу жүргізетін орган Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Қаңтар оқиғасынан кейін биліктен кеткен Нұрлан Нығматулиннің ағалары, бауырлары да қызметтермен қош айтысып жатқан еді. Олардың арасында дәл осы Арғын Нығматулин де бар. Сарыарқа хоккей клубын басқарып, Қарағандыдағы ең танымал адамдардың бірі болған Арғын Нығматулинге бұл күнде іздеу жарияланған. Ал оның бауыры, елдегі екінші Назарбаев атанған Нұрлан Нығматулиннің өзі дәл қазір Қазақстанда емес екенін бұқаралық ақпарат құралдары жиі айтып жүр. Ол Кипрде немесе өзге қалаларда, яғни Европада болуы мүмкін.